Саламатсыздар балалар. Бүгінгі сабағымыз 3-ші сынып математика сабағы 5-ші сабақ. Үш таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту. Күн райының адам өміріне әсері. Сен үш таңбалы сандарды қосуды және азайтуды үйренесің. Мысалы, 190 қосу 70 алу 60 қосу 80 алу 90 қосу 50 тең 240 болады. Ал 600 қосу 120 алу 80 қосу 120 қосу 100 қосу 50 тең 910 болады, балалар. Келесі есебіміз есептеу тәсілін түсіндір дейді. Мысалы, 460 қосу 70 болса, тең жақша ішінде 460 қосу 40 деп аламыз. Оның мәнін 30-ға қоса дейміз. Ол 460-ты 40-қа қоссақ 500 болады, 530-ы қоссақ ол 530 болады деген. Келесі 620-ны алу 60 тең жақша ішінде 620-ны аламыз 20-дан, алу жақша ішінде 40 дейді. Тең жауап 600 алу 40 тең жауап 560 болады екен. Балалар, бұл үш таңбалы сандарды азайтып және қосу амалдары әртүрлі. Ауызша қосуды бірліктерін ондықтар қосып үйренесіздер. Келесі есебіміз 3-ші есеп 490 қосу 60. Осы сандарды бізде жаңағыдағыдай шығарамыз. Бірінші есеп, екінші есептегідей. 490 қосу 60 тең 400 жақша ішінде 490 қосамыз 30-ға, қосамыз 30. 30 деген санның алу себебін бұл жерде 30 60 санын қосындыс. Ал 520-ны 30-ға қоссақ 550 болады. Екінші тапсырмасында мен бір-бірден көрсеттім, қалғандарын өздеріңіз жазасыздар, балалар. Екіншісі 286 қосу 7 тең 280 қосу жақша ішінде 6 қосу 7 деп аламыз. Тең 280 қосамыз 13-ге 293 болады. Үшіншісінде тапсырмада 730 алу 50 сантиметр, жақша ішінде 730 алу 20 болады, алу 30 болады. Тең 680 алу 20 тең 660 сантиметр болады екен, балалар. Келесі есебіміз есепті шығар дейді. 4-ші есеп. Биыл күн райының қолайлы болуына байланысты астық мол шықты. Бірінші егіс алқабынан астық қоймасына 457 мәшине бидай, ал екінші егіс алқабынан бұған қарағанда 35 мәшине бидай кем жеткізілді. Қоймаға екі егіс алқабынан барлығы неше мәшине астық жеткізілді дейді. Бұл жерде біріншісі машинеде 457, екінші егіс алқабына 35 машина бидай кем жеткізілді дейді. 35 кем деп жазамыз. Содан кейін шешуі 457 қосу жақша ішінде 457-тен 35 тапты тастаймыз. Кем болған соң 457 қосу 422 болады. Жауабы 879 болады. Келесі есебіміз 5-ші есеп. Бір әріптен тұратын өрнектерді тауып, әріптердің орнына мәнін қойып, оларды есепте дейді. Бір әріптің мәні, мысалы, А әрпін көбейтеміз 2-ге тең. А тең болады 9-ға, 9 2 көбейтсек 18 болады. 387 қосу А деген сөзде бір әріптен тұрады, яғни А тең 9 деп аламыз. 387-ні қосамыз 9-ға тең 396 деп аламыз. Кейінгісі А қосу 456 дейді. 456 аның орнына қоямыз. 456-ны 9-ға қоссақ 465 болады. 813-ті алу Б депті. Бұның орнына 100-ді қоямыз. 813 алу 100 тең 713 болады екен. Балалар, осы Б, А өрнектердің сандардың орнына, әріптердің орнына сан қойдық. Біз 9 және 100 сан. Сен мәні берілген бір әріптен тұратын өрнектің шешуін жаза аласың дейді. Екі әріптен тұратын өрнектің мәнін тауып көр дейді. Үлгі бойынша кітаптарыңызды қарасаңыздар, А қосу 8 жақша ішінде қосу Б деген. А тең 9-ға, Б тең 100-ге деп аламыз. Келесі есебіміз есеп бойынша өрнек құр дейді, оны шығар дейді. Кітапқа қараңыздар, балалар. Осы жерде жаңбырлы күні дүкенде 240 ерлер қолшатыры және одан 130 кемі әйелдер қолшатыры сатылды дейді. Барлығы қанша қолшатыр сатылды дейді. Енді 240 қосу
Жақша ішінде 240 алу 30, 130 тең 240 қосу 110 болады. Жауабы 350 болады екен. Осылай көшіріп аласыздар балалар. Ерлер қол шатыры және әйелдер қол шатыры ә әрпімен және е әрпімен белгілеп қойдым. Келесі жетіншісі әріптердің орнына бағандағы сандарды кезекпен қойып өрнектер құрап жаз дейді. Олардың мәнін тап дейді. Бағандардың орнына баның орнына жаңағыдағы 11, 7, сының орнына 7 сандарын қойып шығамыз кезекпен кезек. Міне қойып шықтым балалар. Сіздер көшіріп алыңыздар. Баның орнына 18 қоямыз, 14 қоямыз. Және 65 қоямыз. Ал сының орнына 7, 12, 13, 3 сандарын қояды екенбіз балалар. Сонда жауаптары мәндері шығады екен. Келесі есеміз өрнектерді құрастырып жаз, олардың мәнін тап дейді. 120 мен қосу 50 сандарының қосындысына 100-ді қос депті. Ол 270 болады. 306 санына 120 мен 60-ның айырмасын қос дейді. Бұл 366 болады. Б тапсырмасына 980 мен 500-дің айырмасына 300-ді азайт дейді. Бұл 80 болады жауап. 500 санына 120 мен 80-ның айырмасын қос дейді. Жауабы 540 болады екен. Ең соңғы Б тапсырмасының. Осылай жазып аласыздар балалар көшіріп. Келесі есеп 9-шы есеп. А тапсырмасында биылғы жылы жаңбырлы күн болды. Бұлтты күн одан 40 күнге артты. Ал қалған күндер ашық болды дейді. Биыл қанша күн ашық болды дейді. Ашық күн табамыз. Мысалы 70-ке 40-ты қосып аламыз. Общий жалпы 110 болады. 365 бір жылға тең. 365 күн алу 110 тең. Жауабы 185 ашық күн болады. 365-тен 110 тапсасақ 185 ашық күн болады екен. Келесі А тапсырмасында берілген диаграммаға қара дейді. Диаграммада қандай күндер белгіленген? Бір торгөзді 10 күн деп есепте. Ашық және желді бұлтты жаңбырлы күн қанша дейді. Бұл жерде ашық күндер сарымен белгіленген 90 күн деп аламыз. Желді күнді 40 күн деп аламыз. Бұлтты күнді 60 күн деп аламыз. Және жаңбырлы күнді 50 күн деп аламыз. Сонда бізде күндер шығады екен диаграмма бойынша. Келесі 10-шы есеп дұрыстығын тексеріп отырып есепте дейді. Мысалы 460 қосу 500 тең 960-ға баған түрінде жазамыз балалар. Ал енді соны тексереміз. 960-тан 500 алып тастаймыз. 460 болады. Келесінде де дәл солай 540-тан аламыз 300-ді 240 болады. Бірінші бірліктерді аламыз. Астынан кейін ондықтарды бірге аламыз. Кейін жүздіктерді аламыз. Одан кейін 240-ты 300-ге қоссақ 540 болады. Бірінші қосылғандарды қайтадан алу амалмен орындаймыз. Алу деген сөздерін қосу амалмен тексеріп аламыз. Қайтадан жазып. Келесі есеп 11-ші есеп, соңғы есеп. Қосу және алу таңбаларының тиістісін қойып жаз депті. Қазір ауысады. Келесі есепте бізге 200 келесі есепте бізге 11-ші есепте 270, 30, 70 деп 4 рет жазылған. Сондан біз қосу алу таңбаларын қойып, біз 4 түрлі амалмен шығарамыз. Біріншісі 270 алу 30, жақша ішінде 30 қосу 70 тең 170 болады. Жақша ішінде қосып алып, одан кейін 270-ні аламыз. Одан кейін 270 қосу 30 алу 70
тең 230 болады. Одан кейін үшінші амалында 270 қосу 30, қосу 70 тең 370 болады. Одан кейін 270 алу 30, қосу 70 тең 310 болады. Осылай біз әртүрлі таңбалар қойып, 4 түрлі амалмен шығарады екенбіз балалар. Көшіріп аласыздар балалар. Осымен бүгін сабағымыз аяқталды балалар. Каналымды тіркеліп алыңыздар, каналымды қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.